Бәрекел, тупой жанна топ-поп, домалайды топ-поп, сүйзлай слот-тот, вайнон, чап-чап, соси блок, бұдан ағыз интро, бір-бірін тыңдамайды сүйтір бұда пинг-понг, каншки, күш-кәш, қатып қалды крипол, кірсем үйде, көрінбейді никто, домофоннан бір тик-бок, звонаватыр тик-ток. Менде фокс, мок, сил, фоу, марафони, темір адам ойнамайды мынаны қара туни, айналада түрлі түсті лямылы пуни, философитімі свәп, лямыны төми, параноиш бұты зата проектады гонит. Бәрекел. Кешіріңіз, девушка, сіз осы жерде тұрасыз ба? Иә, не болды? Мұнда бір кішкентай мысық тастап кетіпті. Сол кімдікі екенін білмейсіз ба деп сұрайын деген. Жоқ, ешкімді байқамаппын. Мен осындай да адамдар болады екен ғой. Айтпаңыз. Можно? Иә, байқаңыз. Кішкентай. Ой, сөнім. Қалай ғана сені тастап кете алады? Иә. Мысықтарды жақсы көресіз бе? Иә, өте қатты жақсы көрем. Үйде үшеуі бар өзінде. Мүмкін сіз... жоқ, қоя салыңыз. Не болып қалды? Просто түсінесіз ба? Үйде мамамда мысыққа деген аллергия бар. Сондықтан мен үйге алып кете алмаймын да. Ойлағам ғой, мүмкін сіз алып кетесіз ба деп, бірақ дұрыс емес сияқты. Не дегенмен мысықты мен ғой тауып алғам. Жоқ, уайымдамаңыз. Қуана алып кетем. Рас па? Иә? Керемет деген мені жаным. Сенің атың Симба болады. Қарның ашты ма? Қазір үйге барып тамақтандырам сені. Мүмкін сіз телефон номеріңізді бересіз маған? Менің айтайын дегенім, егер мысыққа қаржылай немесе тамақ бірдеме керек болатын болса, маған хабарласасыз. Жарайды. Кайф. Малика деп жазыңыз. Малика, атыңыз әдемі екен. Рахмет. Сіз ше? Ау? Атыңыз кім? Мен Милый Төлеген. Танысқаныма қуаныштым, Милый Төлеген. Женім. Сөйтіп кездестік. Короче, мысық, анау-мынау деп номерін алып алдым. Бағасы жоқ, Раны. Красавчик. Молодец. Күшті. Ну, шустренький. Яғни бір оқпен екі қоян аттың. Қандай қоян? Енді жауаптарын да алады, қызбен де сөйлесе алдың ғой. Құмаш, Милый, Милфа ғой. 11-ші сыныбы дайынсыңдар ба, кітаптарыңды алыңдар? Сонымен ешкім танымадыңыз ба? Мүмкін олардың ішінде біреу ұбыт бойынша сұрап, өтінішпен келген шығар сізге. Жоқ, ешкім танымаймын. Сенімсіз бе? Тағы да бір мұқият қарап шығыңызшы. Жоқ, Дәурен, сенің айтам, ешкім танымаймын. Жарайды, рахмет.
Әй. Андағы телефонды өшіріңдер. Құртыңдағы телефонның көзін кәне. Қумаңдаршы, қайдағы квиз? Күшті идея ғой? Я менің ойымша жақсы идея. Қыздарға ақылды жігіттер ұнайды ғой. Зиданның ақылы жоқ қой, ты чё? В смысле ақылы жоқ? Мира, түсіндірші, неге именно квиз? Әдемісің. Не үшін көрсеттің ана? Түсінбедім. Мен кейде сол жерде жұмыс істеймін. Жауаптарын алуым. И? Зидан өзін кейіне қылып көрсе, ана қыз таң қалып қалмай ма? Точно. Айттың ба, Мира, молодец. Күшті идея. Все, болды қойында, я? Біттік па? Кете берсек болады шығар, получается. Кете берекші. Давайте. Мира, рюкзак. Мен ала салам. Зидан, Ау? мені шығарып саласың ба? Иә, шығарып салам. Бара бер. Сенің бұндай қырыңды ешқашан көрмеппін. Қандай қыр? Энергияң тасып тұр, іске кіріп кетіпсің. Мүмкін емес істі жүзеге асырғың келіп тырысып жүрсің. Мүмкін солай шығар, бірақ менде бұрын ондай болмайтын. Рахмет саған. Оқасы. Бәрі сендер үшін ғой. Қобалжу бар ма? Қазір ма? Енді свиданиеге барасың ғой бүгін. Маш, қайдағы свидание? Это же ради дела. Әзіл ғой, оқылың ба? Маш, қайдағы ұялған? Мен не, сен свиданияға барып көрмеді деп ойлайсың ба? Мен вообще-то, между прочим, мен ауылдағы қыздармен серуендеген, мысалға, иә? Мен свиданияға барғам. Что-то. Не істедің? Суретке түсірем деп едің ғой. Ұмытпадың? Хотя бы ескертіп қоймасын. Мынаны қарашы түрім, порожняк. Неге? Наоборот, живая фотка. Маған ұнайды. А, да? Мхм. Берші. Маған осындай суреттер ұнайды. Айттым ғой түрім порожняк деп. Күшті болып тұрсың. Ләурен Асқарұлы,
Бүгін сізді көрем деп ойламаппын. Қателеспесем, бүгін оқушыларымның ешқандай да кездесу жоспарланбаған. Саған келдім. Менен сізге не керек? Сенен кешірім сұрауға келдім. Біріншіден, Дамирмен сөйлескенде артық кеттім. Екіншіден, өзімше болғаным үшін кешір. Қарлығаш, біз бір-бірімізге бөтен адамдар емеспіз ғой. Сондықтан кешірім ретінде сені түскі асқа шақырғым келген еді. Рахмет. Бірақ менің жұмысым бастан асады. Оның үстіне сізбен түскі ас ішуге еш ниетім жоқ. Өзім де солай ойлап едім. Бұл не? Ақыр осында екенбіз, бұрынғы кезде еске алып, мектепте тамақтанайық. Айтпақшы, бір-бірімізге сіз демей ақ қойсақ болады. Сәлем. О, сәлем. Көргеніме қуаныштымын. Симбаттылар. Иә, Мила. рахмет. Мен бір ішетін сусындар алып келейін. Не ішесің? Апельсиновый фреш. Все, хорошо. Жақсы. Зидан? Апай? Сен онда не істеп жүрсің? Маған қазір жібек келеді. Бірге сабақ жасаймыз. Қарсы емессіздер ғой, иә? Әрине қарсы емеспіз. Келсін. Бап, қарсы емессіз ба? Қайыржан. Қайыржан. Дамилге жібек қонаққа келеді. Қарсы емессің ғой? Келе берсін. Жұмыстарың қалай? Болады. Сендеш қызым, мектепте бәрі жақсы ма? Бәрі жақсы, рахмет. Бұрышты берші.
Сені осында көрем деп ойламаппын. Неге, апай? Квиз ойнайтын балаға ұқсамайсың. Енді, апай, мен сіз ойлағандай ақымақ емеспін ғой. Жоқ, мен сені ақымақ деп ойламаймын. Ақылды бала екеніңді білем. Бірақ байқа, біз құрбылармен біраз уақыт болды ойнағанымызға. Командаларыңыздың аты қандай? Отырып қалған қыздар. Мектептегілерге айтпасам, 10 балл қойып бересіз ба? Көш, шынды. Сыныптастармен бірге келдің бе? Жоқ. Сестраммен. Қанекей достар, қатысушылар, бізде 1 минут аса уақыт қалды. Апай, басталып жатқан сияқты. Жарайды да сәттілік. Саған да? Сесіңдер қайда? Не ғой? Квиз онша емес идея сияқты, иә? Неге? Саған оларды ұнатамын деп айтып едім ғой. Иә, бірақ маған мына жердің вайбы ұнамай тұр. Порожняк сияқты. Может, басқа жерге барамыз? Төлеген свиданиеден кетем десең, онда турасын айт. Жоқ, Малика, сен мен дұрыс емес түсініп қалдым. Мен свиданиядан ешқайда кеткім келіп тұрған жоқ. Просто уайымдап тұрмын да, мына жерден басқа бір жақсы демалатын жерлер бар ғой. Сол. Малика, сен маған шынымен де ұнайсың. Төлеген, бәрі жақсы болады. Мен ойымша бүгінгі кеш күшті өтеді. Шанс па? Болды онда. Бәрін жыртамыз. Қайырлы кеш, құрметті ханымдар мен мырзалар, біздің квиз батл жобамызға қош келдіңіздер. Сонымен достар, бірінші кезеңнің бірінші сұрағы. Югославия қай жылдан бастап ыдырады? Блин, есімде жоқ. Сен білесің бе? Точно ма? Иә. Мың сөзіңнің салмағы ауадан да жеңіл болғаны. Александр Македонскийдің анасының аты кім? Олимпиада. Әр ойда жолама басқа Мария Кюри. шықты тапта алдай бер. Пенициллин. Бірақ маған енді қайтпа. Жүрегім сағынса да мейлі саған орын жоқ. Солайлама енді мені маған бәрібір. Этот, Депеш Мод. Может, Депеш Мод? Ой, я сол. Блин, мен вообще сериал қарамаймын. Бұл мынау, как я встретил вашу маму, 100%. Осымен үшінші кезең тәмам, бізде 10 минуттық үзіліс. Сенде қандай жауап шықты? Мен әлі шешпедім. Интересно, Зидан қалай екен? Бір өзі бәріміз үшін қиналып жүр. Енді өзі ғой ойлап тапқан. О, жігіттер махаббат үшін не істемейді десеңші. Ты о чем? Байқамай жүргендей болмашы. Оның саған немі қалай қарап жүретіміз көріп жүрміз ғой. Сенің қасынан шықпайды. Мектептен кейін үйге шығарып салу үшін күшік сияқты күтіп тұрады. Қайтағын айтпашы бе? Рас қой енді. Тәмеле,
сұрағым үшін алдын ала кешірім сұраймын. Жауап бергің келмесе қоя сал, е? Сен не ойладың сол кезде? Бүгінгі ойынымыз өте тартысты өтуде. Олай болса мен ережелерді түсіндіре кетейін. Бес раундта екі құраманың әрқайсысынан бір-бір қатысушы ортаға шығып, сұрақтарға жауап береді. Кімде-кім 10 сұраққа жауап берсе, 25 ұпай жеңіп алады. Как бы это странно не звучало, я считаю, что отырып қалған қыздар үшін бұл соңғы мүмкіндік. Я, барлығы түсінікті ғой. Я? Олай болса, бастайық. Дайынбыз ба? Дайынбыз ба? Бірінші сұрақ. Импрессионизм кескіндеме стилі қай елде пайда болды? Францияда. Дұрыс. Ең жеңіл металл қандай металл? Литий. Өте дұрыс. Ал 1997 жылы Евровидение байқауында қандай ел жеңіске жетті? Испания? Қате. Ұлы Британия. Өте дұрыс. 1715 жылы. Елизавета II. Пушкин. Китай. Дұрыс. Абай Құнанбайұлы. Иә. Петракий. Тамаша. Өте дұрыс. Циолковский. Достар, баршамыз қошеметтеп қояйық. Осының бәрі қаншалықты дәмді екенін ұмытып қаптым. Қойшы, сен мектепте жұмыс істемейсің бе? Иә, бірақ тамақты өзімен бірге үйден алып келем ғой. Кезінде осындай дәмділердің кесірінен толық қыз болдым. Ничего. Сен всегда осындай әдемі болатынсың. Қойшы, саған ондай болған жараспайды. Рахмет сан. Өте дәмді болдың. Сені кешірдім деп ойлай бер. Керемет. Енді жұмысқа кірсек болады. Мұнда ешкім танымайсың ба? Бәсе, осының бәрі не үшін десем? Бұл кімдер? Тест-центрде жұмыс істейді. Мына қызды бір жерден көрген сияқтымын. Қайдан көрдім екен? Зиданның бөлесі ғой ол. Толығырақ айтып берші маған. Құрметті ханымдар мен мырзалар, осымен біздің ойынымыз өз мәресіне жетті. Барша атсалысқан қатысушыларға алғыс білдірем. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Айттым саған, кеш күшті өтеді деп. Иә. Көрдің ба? Аха. Все, болып кеттік. Иә? Малика, кеттік. Жеңіс құтты болсын, Зидан. Рахмет. Мені олай атағымағылы көп болыпты. Таң қалдырдың. Мектепте білімен көзге түспейсің. Енді мектеп қой. Не дегенмен қанша жыл өтті, біраз өстік, өндік дегендей. Сіздер таныссыздар ма? Иә, солай десек те болады. Қарлығаш. Малика. Танысқаныма қуаныштымын. Мен де. Ініңіз бүгін таң қалдырды. Тосын сыйға толы жігіт екен. Иә. Жарайды. Мен онда бара берейін. Ертең мектепте кездескенше, Зидан. Аха. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Чөден кеттік па? Төлеген, Ау. түсінбедің не болып жатыр?
қандай мектеп, қандай Зидан, неге мені сен әпкең деп атап жатыр? Сен не байқамадың ба не? Нені? Ол деген енді сәл басымен кеткен психичка ғой. Байқап тұрған жоқсың ба? Бұрыннан бері осылай мені салкерет етеді. Серьезно ма? Конечно, серьезно, Малика. Ол басында вообще соцсетте мені бақылап салкерет етіп жүретін. Постоянно сообщение жазып, смс лайк басып, кейін шынайы өмірге көшті. Одан кейін мен естуім бойынша мектепте, в общем, жүрген кезде құлап қалып, басында белка ұстап қалған ба, бірдеме, короче. Прикинь, әкесі маған сезім бар екен. Вот. Бірақ маған қарап тұрсаң, қайдағы оқушы? Ал Зидан деген, оның әкесінің сүйікті футболшысы екен. Мен ойлайын да, қай нормальный адам өз баласының атын Зидан деп қояды, айтшы. Төлеген деп қоймай ма? В общем, олар семьясымен кеткен шизанутый бірлер. Ну, такая татешка психованная. Так что, оны көңіліңе алмай қой. Енді неге басында ескерту айтпадың? Ну, енді біріншіден мен сені қорқытқым келген жоқ. И басында айттым саған басқа жерге барып демалайықшы деп. Ал екіншіден мен ол кісінің бізге келетінін білмедім. Кошмар. Неге сенің сестраң деп ойладым мен? Мен оны көздің басында айтқам оған. Енді сен әдемі қызсың ғой. Ол қызғаншақ, истеричка. Сол тағы сен шашын жұлып тастамасын деп. Бізде просто ондай случайлар болған. Прикинь? Офигеть. Вот. Мен ондай тек кинода ғана көргем. Сол үшін давайте сіз кетіп қалайықшы мына жерден. Ана кісі де кеткен сияқты ғой, Все, ештеңе ұмытпадық па? Жоқ. Кеттік. Сол сәтте ойыңда тек жаман ойлар ғана қалады. Олар барған сайын қаттырақ естіліп, миыңды толығымен жаулап алады. Ал жарық, жақсы нәрсенің бәрі в моменте резко ұмытылып кетеді. Бүкіл өміріңнің мәні жоқ секілді көріне бастайды. И сол состояние мәңгіге созылатындай. В голове какой-то туман. Не ойлап, не сезіп жатқаныңды өзіңде түсінбей кетесің. Ал кейін тек қорқыныш. Қатты өкініш пен қорқыныштан тұншыға бастағанда бірден қандай үлкен қателік жасағаныңды түсінесің. Қатты ұялам жібек. Жасаған ісім үшін қатты ұялам. Шыны керек, ондайға бара алатынымды да білмеппін. Жыламаш болды. Менде қазір бәрі жақсы. Ондайдың дұрыс емес екенін мен түсіндім. Ондайға енді ешқашан бармайым. Сөз берем. Саған өсегіңді тыңдайтын адам керек қой. Я, мам, қаз крем. Түсіндім. Кішкентай қыз емеспін ғой. Жата беріңдер, қаз крем. Давай. Бәрі дұрыс па?
Ой, мамам ғой. Кешірме, НТ-ға дайындал, оқуға түс. Солардың оқулары кімге керек? Шаршатты уже бәрі. Жарайды, ойындама. Скоро екеуміз үйленеміз. Сосын сенде бәрі жақсы болады. Все же нормально? Жоқ, я так не могу. Бәрі жақсы болады. Түсінбеймін. Екеуміздің бірге болғанымызға 3 ай болды. Жасым 18-ден асты. Что не так? Или сен мені жақсы көрмейсің бе? Неге олай дейсің, Санж? Енді не ойлауың керек басқа? Біз бір-бірімізге сенеміз деп ойладым. Мен түсіндім. Сонда мен сені ары-бері тасып, тамақтандырып қана жүретін жігітпін ғой, басқа ешкім емес. Жоқ, Санж. Сенің барлық маған жасаған әрекеттеріңді бағалаймын. Шын айтам. Жарайды, маған кету керек. Ал мен сол жүктерді қадағалаймын. Кім нені, қай уақытта, не үшін алып келетін, жүктейтін бәрін бақылап отырамын. Сол. Маған негізші, Малика, сенің жұмысың қызығырақ. Тағы сен не істейсің сонда ол жерде? Мен саған бәрін айтып тастадым ғой. Сол жыл сайын миымның бәрі тек ұбт-ға бағытталған. Бізде де сол. Лай болатын мектепте. Мұғалімдер үнемі бізге ұрсатын. Сендер ұбт-ын тапсыра алмайсыңдар деп қорқытатын. Қанша бала алдың? Аз. Айтса енді? 95. Бірақ егер мен сол уақытта таныс болғанымда, бәлкім көбірек бала алатын едім. Несіне күлесің? Че, дос ретінде маған жауаптарды бере алмайтын бе едің? Ты прикольный, Төлеген. Почему прикольный? Менде жауаптарға ешқандай доступ жоқ. Қалайсыңда? Кімде олар? Тоқтар Берденұлы деген әлемдегі ең нашар бастықта. Неге нашар? Өйткені ол өте дөрекі, жұмыс істемейді, сосын постоянно маған тесепті жүреді. А еще ойлаш, ең маңызды деген парольдердің барлығын тумбочкасының ішінде қағазға жазып тұрып сақтайды. Че, реально? Я? Хорошо, что компьютері биометриямен сақталған. Әйтпесе любой ақымақ паратта жауаптарды алып алады ғой? Я, в натуре. Кеттік. Я. Бүгінгі кеш үшін көп рахмет. Ол қашық. Маған да ұнады. Мынау саған. Ладно, давай. Сіз өткенде бәрін сұрап алып едіңіз ғой? Иә, бірақ басқа еш нәрсе есіңізге түскен жоқ па? Жоқ. Мүмкін тағы да есіңізге түсіріп көресіз. Сіз мен еш нәрсе жасырып тұрған жоқсыз, солай ма? Кімде телефон бар, соға қоя берсеңіздер. Кешіріңіз, әжетхананы көрсетіп жібересіз бе?
тіке жүресіз де оңға қаласыз. Рахмет. Өтірікші. Апай, сабыр. Апай? В смысле апай? Сен мен алдап ұбыты туралы бәрін біліп алғым келді. Ты понимаешь, мен осыны тиісті адамдарға жеткізе алатынымды. Че, проблем хочешь? Айта бер. Сенің осы тиісті адамдарың маған не айтқаныңды білгенде басыңнан сипап жұмыста қалдырады деп ойлайсың ба? А? Жоқ, сізге айтарым жоқ. Квиз туралы ештеңе айтқыңыз келмей ме? Оған нақты не айттыңыз? Бізге оң телефон қажет. Ағай, менде телефон өшіп қалды. Сіздікімен звондап алсам бола ма? Милый. 11 бай. Тарихшы сайттың сәт келді. Мына суреттерден біреуді танисыз ба, көрдіңіз ба? Ол басқа қыздардың артынан еріп жүрген.